қалдайған жұртым аман ба? Адекенде барыңа айтайын сықсадамды. Арпа жұтымды көргенде толқында тұрған уағым. Ағызайын деп келдім, ақтаңдайырдым бұлағын. Қандырып кетсем арман жоқ, қарамартып туғандар. Қалдайған елдің бүгін бір құлағынан бұланын. Құдай берген талант-бар бүгін құйыл тұғырдап тұрамын. Ұққан елдің барысын бұйын тұғырдап тұрамын. Аяғанан бұл алтын жаныңар, ақсақалдар, қарылар. Силерген ырда бергенген алтындан балы сөздерім барыңарға табылар. Жоғышқанға құрсан бен жағалдайған қарың туғаным қары бір алақан қолды чабыңар. Ақын деген ұшындай айтқанда тату ойы бар. Арғандай сұрау берейсе тақ берілген жоғы бар. Қол шап десем шабылбайды, қарым артық туғандар зәлі тоқшойт қолыңар. Андай болбай кичине шаңдурақ болыңар. Мырзавандың тойында қалдайған қалқын ғана бір қиқырып ол чап қойыңар. Анкені мырзаванда бір кесте қиқырып чапқан ұлағын. Ұлақтың алып өңіріп түндірған елдің құлағын. Ал кезін естеп ұрдаса қайтамын далай ұлағын. Андамесе қалдайған қалқын бүгін бір күн сақал қарылар. Ағылечек аманал амапалар. Аман болсын жаныңар. Силерген ырдап бергенген алтындай барды сөздерім таңдайға бүгін табылар. Қызыл телім чабылар. Алдыңарға келгенде сайрабай қалмақ еміне. Ақтаңдай телі қызыл телімде қайрабай қалмақ еміне. Қарамартын адырда қызыл гүлінде жайлабай қалмақ еміне. Аққомыз қоғылымды қайрабай қалмақ еміне. Келіп тұрам мен бүгін Қарамартай қарачы қадалың елдің төріне. Қуанғанда мендағы баттай тұрам теремен. Бүгін шаңға білесің Қарамартын аймаға. Барыпсы çoğultқан мырзавандың арбаға. Ені мырзавандан башқайын, малилі сөзің ашқайын. Оғынды бейік салайын, ұрғабай қантеп қалайын. Қарлық деген құрысын көстен кетіп қалып сашылы тағынып біраз алайын. Емеджен алиып мырзавам айтпасам болбай тереңде. Бүгін көріп тұрам еліңде. Алла Таала Құдайым ұзын қылсын кебімде. Бекем қылсын демімде. Андықтан бүгін байқасам мырзаваны білеміз. 38-ші жыл төрелген ақпешіке білетін жыл Қарамарттан өсіп көрген. Мырзавандың арбағы бүгін айтыға кешін салмаға. Аман болсын артындан 13-бірдей турбайға 5-8 ұл 5 балдара. Үндеп тұрат чарбаға өзінің жүн бүгін қараша. Өзгөші болдың аймаға желбіреп тұрат жерінде қып-қызыл болған қарашы жеміштің қызыл байраға. Анық болды бүгін бір ақыныңдың сайрары. Андықтан айтып кетейін. Келгеме келген кезінде жетілен ұрдап қайтайын. Мырзавандың білгенше жет атасын айтайын. Мырзавадан баштадым, андан кейін байқасам. Ерманбет екен атасы, андандан тұдың атасын. Намазбектің айтайын, дегенде ақ сөзімді таттайын. Алардың айтып кетпесен қос қолбай қырат арбаға. Разы болбай туғандар ақының аңар балдары. Андан кейін байқасам, сарт қолы түгі деген атана. Сан сөзіме қошайын, ерда беріп той кетейін, үшінді чоң мұратқа жетейін. Андан чоңудан ақ жол той деген атана. Атын ұғып ел көрген, атадан бедір жер көрген. Андан кейін байқозы Қарабас деген атана ең соңы жет атасы тұрбайба. Келекеден тұрғандар жет атасын айтқанға. Мен жергеде сайрап тұрамын, таңдайда қызыл тілімді тақалмай қайрап тұрамын. Ағызайын деп келгем, ақтаңдайырдым бұлағын. Қандырып кесем арман жоқ қағылайын. Туғандар қалдайған елдің бүгін бір құлағының той бұланын. Құлай берген талант бір құйыл тұбырдап тұрамын. Қайранғана мырзавам 6 жашта болды авамыз. 6 жастан атадан жетім қалып тұр.
Кабыргасы кайышып, канча жүргөн байышып, ошондой болсо дагы аны бартап өстүргөн атадай болуп барачы агаларың абасы. Садык менен дойнабаса, андан кийин сати бар. Сатыбан таптап өстүргөн алтындай болгон баланы, атчанын тартып миндирген, тизгинин кармап чойдурган, атын озун койдурган, дал ошондой баланы таптап ыдадай өстүргөн, эрежеге жеткирген. Музака менен сарбай балбандарды көрүптүр, ошондой болсо экен деп улак оңор балбан болуп жүрүптүр. Bizim ayta gelsek qaraçı, aytkan sözgө tuğanlar eskil bolboyt araçı, akıldığın bar bolso akılda kirim savaçı. Şapkan atlarına geleyin, kaval söz emes tuğanların ağını aytıp vereyim. Ankeni bayqab oltursam bir кезде avam çınında Gagarin degen at tap eşen жерге miniptir, kıykırıp at ulaq oңörüp layırdalay жерде жүрүптүr. Ошондой болгон абабыз күлүктөрүн таптаган, күрүш менен жемдеген, күлүктөр ичинде күндө байге бербеген, арба менен жемдеген, аттарынын баарысы айтканда айжыда байге бербеген, ошондой болгон аттарды таптап жүргөн атабыз, кыргыз элдин баарысы мактап жүргөн атабыз. Арбагын коскоп бүгүн бир айтып ырдап жатабыз. Анткендигин себеби андан кийин билебиз Таран деген атыңда, таалабың элдеп кургандар уккан экен баркыңда. Таран деген ат минип, Караташ казак эл билген, өрөндө сүзбөктен билген. Орто Азияны кыдырып, ордон журту сыдырып, эсен жерге барыптыр. Эңили улак алыптыр, эр кашына салыптыр, алкыны улак алыптыр, ат жалыны салыптыр. Мырза палбан деп айтып, эсен жерге макталган, элбиге элди карача, элеп дегенде дамталган, кадыр алган, баркалган. Карамактын жери эмес, жаллабаттын жери, жалпы журттан дан калган. Таптап арыда чаап жүрүптүр. Дала элдин аралап каткырып ойлоп күлүптүр. Досторун айта кетейин, Усуп деген абана, аккан достун бири экен, аралап элди жүрүптүр. Асылбек деген кандосу, ажырашкыс жандосу, жанында бирге жүрчөкен, жаркылдап ойноп күлчөкен. Нуралы деген иниси, инилердин бириси. Ulan деген иниси, Урбаттын элдин бириси. Ошолордун баарын тургандар айта турган убагым, акталдай тилимди тактай турган убагым, мырзабанды бүгүндү талбай мактай турган убагым. Анан 64-жылында турмуштун көрүп, жакшыра турмуштун көрүп татына Таалайдын элдин карасын үйлөнгөн экен бактына, Мундустан жакман кыз экен, көкөлөгөн куш экен. Сайрақан деген энебизге келебиз. Сайрақан энем экөө 47 жылда шаптыр. Кудай берген рызыкка ал буйруктун ашаптыр. Чындыгын айтып келгенде 13 бала кыз көрүп, ордон элде барталып, ооматтын элде дамталып, Мусу достун атынан эң алтындай болгон абабыз. Барып калган жашыңыз, мына байкап турсам карачы, агарып сакал чачыңыз. Усу деген дайыма угула берсин атыңыз, улуу журтта баркыңыз. Азаматым Мусаке, мырзаба менен бир болуп эңили улак алгансыз, эр кашына салгансыз, элден чыккан балбансыз, алкыны улак алгансыз, ат жагына салгансыз, айылдан чыккан балбансыз. Уулдар жака келейин, урматым бирден терей. Касымбай деген жаным Тумбаласы Турбайба. Тумбаланы турганда турган жерден ырдайды. Касым деген баланы көрүп калсам деп турам, көңүлүмдү бир аска бөлүп калсам деп турам. Касым иним кайдасың? Байкап турсам жан балам жашырып алган жайдасың. Андай болбой жан балам алдыраак чыгып келсеңчи, акыныңды көрсөңчү. Кашан болуп жатканды мен Жылдызбегим айтайын, жерге урдап кайтайын. Жылдызбегим кайдасың? Эркиндик деген жанымды Россияда жүрөттүк. Ушундай тойду көргөнгө башынан көрүп, кабылга Путиндин жүрөт жанында, мейметти кылып кабылга Медведевдин жанында иштеп жүрөт деп уктум. Кадыр бардым барысын түптөп жүрөт деп уктум.
Aylanayım bay biçim kıstarganın alıp dur, dedi arjaka salıp dur, der jağda salıp dur. Uzakta kalır degen canlısın tartır jatkan uaga. Taspasının telenin basıp jatkan uaga. Örtürsen barısın ütüp kalıp üzmesin, tasmasına kalırdın düşüp kalıp üzmesin. Emilbek degen ilimde, bugün aytıp eteyin Emilbek degen canıным arаңарdan barımdың atımdың aytıp eteyin, aytıp ırdap bütügün tuğandan şoң buratsa keteyin. Tınışbek degen ilimde tınırak deyip kamcı bıçında, aman bolsun barısı jaşı menen karısı. Andan keyin almasıma gelgenden al tozulap ketti, sen көңілі kapı olup kalmasın. Ağın ayın almasın. Özün dokul görüp kuvardım, atağa kılgan dalmasın. Ayalım menen barganda ayabaysağa kuvandım. Aygülegen jarың бар, талайың бар, бағың бар, Aygülökөң бар denen. Akındanға бар, ал denen. Атаңды боло тойына торғойдой тақшып келгин деп. Ақтаңды айтыпен келгин деп, айтып ырда бергин деп, алып келдin алмасын. Бүгін қуантайын өзіңді. Азаматым алмасын, ден соның шын болсын, елден көргенің дайын сый болсын. Ақырым бізге келсе деп, ақтаңды айтыпен келсе деп, жадырым ырда берсе деп, жоқылайын дерсе деп. Aylanayın Yıldızbek. Yaşta olsan qarşı çıkıp kaldı sakalın. Arbağın bosop janbadan atay basıp geldin atanın. Alıvergin uşunday kadı geldin batasın. Senin Urmatbek'e geleyin ulu sözüm tereyin Urmatbek'e balbaday uğurlarday tamşıp bireyim. Azamatın Urmatbek ulu jigitten biri ol, jigitlerden biri ol. Atanızda baykazamat paylıktın sürü ol. Mamajan'a gelgende maişat söz kavırgan. An kendigen sebebi Mamajan degen jaş bala bol jaş kezinde ayırılgan. Azamatım Mamajan o düğüne getip kalsa da kozgoja tam arbağın. Olmaz aka, atаңыз жөнүндө дагы кошумчалай кете турган сөз болсо айтып өтсөңүз болот. Жакшы болот экен. Эми атам жөнүндө айта турган сөздөрдү өзүң дагы бүгүн уктуң. Өтө жакшы сөздөр айтылды. Анан атамдын дагы бир касиеттери ушул сыныкчылык жактары бар эле. Ушул өзүнүн сынган жерлерин, ушул айыл ападан чамча кокустуктар, кырсыктар болуп калса бар жогун салат эле. Сыныкчылык жагы, саяпкерлик жагы дагы өтө күчтүү адам эле. Көп кырлуу киши эле деми атам. Анан ушул кайсы жылдар экен эсимде жок. Ушул Барпыда Шүкүр Азынын улагында путу сынып, ошол жерде түздүн үстүндө өзүнүн путун өзү терип салып алган. Анан кийин мен ал убакта шаарда жашайт элем, шаарга үйүмө алып келип Амир Аксакал бар эле, Амир Аксакалды бир 2 күндөн кийин алып келгенмин. Шуну көрүп салып берим десем, келип ошол киши атамы жээним деп коет эле. Жээним, эми эмнесин салайын бунун, болуп турбу өзүң терип салып алыпсың деп ушунчалык там берген да. Атам ушундай сыныкчылык касиеттери да өтө күчтүү адам эле. Бүгүн уктуңар жакшы сөздөр айтылды ал жерде, бардык немелери, таранды чапкандары, таран жөнүндө өтө көп нерселер болгон. Ошо Кайнар жерге, Кайнар деген базар коргон жака барган экен, ошондо таранды минип барганда таранды көрөбүз, мурзаны көрөбүз деп артынан ээрчиген адамдар ушунчалык көп болгон дейт. Шуну неме кылышып эле ээрчишип, бери тартып көргөзүп кой бизге атты таранды дешип эле. Ошол жерде ушул бир палван ушул алы кече гап кылып жүрөт, ошол базар коргондо аксакал киши болот эле. Ушул эми атам ушундай кеңпейил, төрөпейил, өтө жакшы кичпейил адам эле. Ушунун атам баягы көз өтсө дагы баягы артында бир кылган эмгектери калсын деп ушул стадионду ачып, жакшы эми ошол жерден жакшы спортсмендер чыксын, ааламга жол айылдан башталат демекчи, ушул ошол жерден жакшы жаштар чыгып Кыргызстандын желбирегин желетсин деген, көтөрсүн деген жакшы ойдо ушул стадионду ачып отурабыз. Рахмат сага дагы. Рахмат сизге дагы. Келип чагылдырганыңа рахмат. Рахмат сизге дагы, атаңыздын артынан калып мынтип жоктоп жакшы иштерди кылдыңыз. Достор, могу таран тууралуу угуп атасыңар, ошол тарандын кимде сүрөтү болсо мага жөнөтүп койсоңуздар жакшы болот.